Әпке Рамыздың авторы Дулат Исабеков. Жазушы бұл шығарманы 1977 жылы жазды. Шығарманың басты кейіпкері Қамажай артынан ерген 4 бауырларына әке орнына әке, ана орнына ана бола білген қамқор жан. Ата-анасынан жастай айырылған Қамажай өзінің өмірін тек бауырларына арнаймын деп жеке өмірін ойламайды. Ол алдынан шыққан талай қиыншылықтарды көтере білген бауырларына қамқор жан. Шығармада туыстар арасындағы түсініспеушілік, жастардың албырт мінезі, қызуғандылық, әпкенің бауырларына деген қамқорлығы баяндалады. Шығарманың басты кейіпкері Қамажай, оның артынан ерген інісі Темірбек, Омар, Ермек, сіңлісі Нәзиланың жолында өз өмірін құрбан еткен жан. Шығарма шиеленіскен оқиғадан басталып, одан әрі өрбиді. Темірбек болашақ жарын әпкесі Қамажаймен таныстырады. Сол кезде Нәзиланың бір ауыз сөзінен үй ішінде ұрыс шығып, Нәзиланың құрбысы Гаухар үйден кетіп қалады. Кәмила Темірбектің болашақ жары. Кәмиланың істеген ісіне ашуланған Қамажай Кәмиланың жағынан шапалақпен тартып қалады. Оған ашуланған Темірбек үйден кетіп қалады. Қамажай болса шарасыздықтан келіннен кешірім сұрайды. Бірақ соңында Темірбек әпкесінің ашуланғанына өкініп кешірім сұрайды. Қамажай Темірбек пен Кәмиланың болашақта үй болып тұрып кетуіне жағдай жасайды. Шығармада Қабден деген жігіт Қамажайға өз сенімін білдіреді. Өз өмірін бауырларына арнаған Қамажай, бауырларымды қиып тастап кете алмаймын, олар мен үшін әлі бала деп өзінің жеке өмір парағын жауып қойды. Драманың соңында Қамажайдың еңбегінің арқасында бауырларының үлкен адам болғанын көреміз.